Қайырлы күн, құрметті көрермен. Алдағы уақытта жарияланатын ру таңбаларына қатысты видеоролигімнің мынау бүгінгі алғашқысы. Жалпы ру таңбалары қазақта өте маңызды және тарихи жағынан бұл өте терең екендігі анық. Қазіргі таңда ру таңбалар терең зерттелген жоқ, бірақ та көпшілік қазіргі буын өздерінің ата бабаларының ру таңбалары қандай болғандығын білгісі келеді. Және соны көп сұрастырады. Интернетте немесе кітаптарда бұл көрсетілген таңбалар бар. Бірақ кейбіреулерінде бір сұрақ туындайды. Шын мәнінде осылай болды ма, немесе басқаша болды ма деп. Осы жағынан келген кезеңде біздің қазақтың ру таңбаларының нақты сақталып қалған жері ол құлпытастар. Құлпытастарды адам қайтыс болған кезеңде ата бабаларымыз соған қай рудан екендігін көрсетіп, соған ең соңында ру таңбасын белгілейтін болған, таңбалайтын болған. Бірнеше жылдан бері осы құлпытастарды зерттеуді ұйымдастыра жүріп, көптеген рулардың ру таңбаларын біз айырып біле бастадық. Бірақ та барлық уақытта бірдей бір рудың таңбасы бірдей болып келе бермейді. Осыған байланысты біз әр рудың таңбаларын өз алдына бөлек суретке салған болатынбыз. Бүгінгі күні мен Байбақты руының таңбасымен таныстыратын боламын. Жалпы Байбақты руының Сырым ауданы, Ақжайық ауданы, Қаратөбе аудандарының аумағында түсірілген құлпытастардың негізінде бұл ру таңбалар салынды. Енді мінекей мына салынған суреттерге қарайтын болсақ, Сырым ауданы, Алғабас ауылы, мінекей мында салынған суреттері Сырым ауданы, Алғабас ауылындағы қорым дейді. Әл-мархум, Әл-Мутафи, Байбақты руы, Тоқсаба тайпасы, Менка аймағы, Наурызбай Жақыпұлы опат болды. Жасы 76, 1892 жылда бұл тасты қойды баласы Сәрсенбі Дүйсенбі дейді балалар ғой. Міне қарасаңыз, мұнда латынша Ф әрпінің кері айналдырып қойылған сияқты. Алғабас ауылында Тоқсаба тайпасының Қазбек бөлімінің Нұржан Айтуар баласы опат болды 70 жасында, бұл тасты қойды баласы Балықбай мырза дейді. Бұнда мінекей қандай болып салынғанын көріп тұрсыз. Жалпы әр таңбаның астына мына атауын кімнің атына қойылғанын арнайы жазып отырмыз. Біздерде құлпытастарда бұл қай құлпытаста кездесетіні бар. Нақты дәлелдемелік қажет болған жағдайда осыған сәйкес қай жерде қойылғандығын бұл белгінің анық білулеріңізге болады. Мінекей мұнда қарасаңыз жетіге ұқсас тұрып қойған. Бұл да осы Байбақтынікі. Мінекей мұнда тап осы ұқсасты, бірақ тік қойған. Бірақ мына орта шамасына белгілетін мына сызықты кішкене сәл төмен қаратқан, мына да сәл жоғары қаратқан. Үшмейіт қорымы дейді. Үшмейіт қорымында мінекей мынадай етіп қойған. Мұнда мына жаңағы жетіге ұқсас мынадай етіп қойған. Мұнда мінекей сәл тіпті мынаны тіке емес, мұнда біреуінде ішке қарай қисайтса, біреуінде сыртқа қарай қисайтып тұр. Мінекей бұнда да мына аша таяғын салып тұр. Мінекей мынада кішкене мынаны сәл қиғаштап салып, мынаны ішке қарай салып, осылай істеп тұр. Міне бұл Байбақты руының құлпытастары. Келесісін қарайтын болсақ, қалған мынау бетте де Байбақты руынікі. Бұл жаңа Үшмейіт қорымында. Бұл да Тоқсаба тайпасы, Қазбек бөлімі бикесінің немересі дейді. Баласы артық опат болды 76 жасында бұл тасты қойды. 1800 жылда Өтеш мырза дейді. Мүмкін осының ұрпақтары қарап отырған болсаңыздар, ата бабаларыңыздың құлпытасы болуы мүмкін. Құлпытасын қажет болса бере аламыз. Мінекей мұнда да сәл мынадай, мінекей ащы қорымы дейді. Байбақты руы Тоқсаба Қазбек аймағы, Әділ бөлімі дейді. Әл-Хаж, Әл-Харамин, Мұхамеджан Ибрахимұлы опат 67 жасында 1917 жылда 1-ші саратанда. Бұл тасты қойды балалары Юсуф, Айдын, Сафарғали дейді. Бұнда мінекей тіпті былай қылып төмен қарай еңкіштеп жіберген. Мына ортасынан қойылатын, белінен қойылатын сызықшаны жоғарыдан қойған. Мынада мінекей жоғарыдағы мына сызықты тіптен ұзындау қылып жіберген, мынаны қысқалау қылып салған. Бұл бір қарасаңыз барлығы бір-біріне ұқсайды, бірақ әрқайсысында да бір артықшылықтар бар. Мүмкін ру таңбаны қойған кезеңдегі әр құлпытасты жасаушының жалпы өзінің жазу ерекшелігіне байланысты осылар әртүрлі болған болар. Бірақ барлығына ұқсастық мінекей негізі мынадай белгіге ұқсас, бірақ осыны
мына біресе жоғары, біресе ашатаяқтар ашық, біресе бір-біріне жақын қылып салған. Мінекей мынау да Байбақты руынікі. Мысалға мынау Атшоңқай қорымынан дейді. Байбақты руы қара тайпасы. Бұлан аймағы. Сейдолла Арақұлы опат 33 жасында 1852 жылда. Хам анасы Шекті Шоңайдың қызы Қанымай опат 76 жасында. Бұтасты қойды Бейсанай әлі Молла Тәңірберген дейді. Бұл да жаңағы баласы мен анасына қойылған құлпытастан алынған таңба. Ақшоңқай қорымы мұнда да. Мінекей мынау үшінші бетіміз. Бұнда да қарайтын болсаңыз ұқсайды, бірақ мінекей мынау тым жетіге ұқсайды. Мыналар кішкене манағыларға қарағанда мына сызықшасы ішке қарай қаттырақ алынған, былай қарай еңкейтілген. Мынау Болғанбай Қаратай бөлімінің Болғанбай баласы Сүйінші дейді, опат болды. Жылы сәл дұрыс көрмеген 60 жасында Ботасты қойды баласы Сұлтан Мырза дейді. Кіші жүз байұлы Байбақты руы Қынық тайпасынан Батыр Қаратай немересі Батыр Боранбай Лесбайұлы опат болды 74 жасында 1841 жылда. Ботасты қылдырды балалары Молла Әл-Мұхамед, Жафар, Жанбек Мырза дейді. Мынау да мінекей Болғанбай қорымынан, мынау Елтоқ қорымы. Елтоқ қорымы, мынау да Елтоқ қорымынан Байбақты руы Ақберлі бөлімі. Ақберлі тайпасы жарылғыш жармас Құлмалы Сейден баласы опат болды 64 жасында 1881 жылда. Баласы Қаратай опат болды 26 жасында. Бұл тасты қойды баласы Жанатай Мырза дейді. Мінекей мұнда Дүйсекен қорымында мынаусы тіптен ұзынырақ келеді. Осы таңбаларды көрсеңіздер, бұлардың барлығы да Байбақты руының таңбалары. Егерде осыдан сәл-пәл қиғаш, өзгешелеу болғанменен, бірақ негізгі сұлбасы осындай болып келеді. Бұлардың қойылуында жалпы рудың ішкі бөлімдеріне қатысы бар ма, жоқ па, оны болашақта зерттеу керек. Бұнда сәл-пәл өзгешеліктер неден, әлде тек қана жалпы каллиграфиялық өзінің әр адамның өзінің жазу қалыптасуына байланысты өзгеше болды екен. Ал бірақ та болашақта осы ру таңбаларын біздер терең зерттеуіміз керекпіз. Бұл әр руға не себепті осындай таңба берілді? Бұл таңбаның артында қандай маңыз жатыр? Осыны біз тереңірек зерттеп білсек, болашақ ұрпақ үшін бұл өте жақсы болады. Алдағы уақытта келесі видеомызда Алаша руының таңбаларын көрсететін боламын. Ол Алаша руы көбі Қаратөбе ауданы аумағында қорымдарда жинақталынды. Келесі видеодан соны көре аласыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көріскенше сау болыңыздар.